Саламатсыздар балалар, математика пәні 125 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы периметр бойынша жазық фигураларды төркөзді параққа салу. Бұл сабақта берілген периметр бойынша тік төртбұрыш пен шаршыны төркөзді параққа салуды үйренесің. Бірінші тапсырма: периметрі 16 см болатын шаршыдан периметрі 2 есе кем шаршысыз. Яғни бізге белгілі периметр P1 тең 16 см. Енді бізге табу керек P2-ні. P2 белгісіз, бірақ P1-ге қарағанда 2 есе кем, яғни бірінші шаршының периметріне қарағанда 2 есе кем екен екінші шаршының периметрі. Яғни 2 есе кем деп тұрса, 16-ны 2-ге бөлеміз, 8 см. Бұл бізде P2 шаршының, екінші шаршының периметрі. Енді бізде формула бар, шаршының қабырғасын табу үшін периметрін 4-ке бөлеміз. Енді қабырғасын тауып көрейік. А тең 8 бөлінген 4. Яғни жаңағы екінші шаршының периметрін 4-ке бөлеміз. 2-ге тең, яғни 2 см, әр қабырғасы 2 см болатын шаршы сызамыз. Бұл дегеніміз P тең А көбейтілген 4 формуланы білеміз. Енді орнына қойық. 2 көбейтілген 4 тең 8 см. Осылайша біз периметр 16 см болатын шаршыдан периметр 2 есе кем шаршы сыздық. Келесі: периметр 8 см-ге тең тік төртбұрыштан периметр 4 см артық болатын тік төртбұрышсыз басқа тік төртбұрыштар сызуға бола ма дейді. Енді бізде белгілі периметр бірінші тік төртбұрыштың периметрі 8 см, екінші тік төртбұрыштың периметрі белгісіз, бірақ бірінші тік төртбұрыштың периметріне қарағанда 4 см-ге артық дейді. Артық десе, онда біз 8 см-ге 4 см қосамыз. 12 см. Бұл бізде екінші тік төртбұрыштың периметрі. Ал енді баларына қарайықшы. 12 см бұл бізде 4-ге 2-нің қосындысы, ұзындығы мен енің қосындысын 2-ге көбейтеміз. Сонда ұзындығы 4 см, ені 2 см. 12 см тең 5-ге 1-дің қосындысы көбейтілген 2. Бұл жерде ұзындығы 5 см, ені 1 см. Дәл солай тік төртбұрыш сызамыз. Бірінші тік төртбұрыштың ұзындығы 4 см, ені 2 см қысамыз. Бұл жерде периметрі ұзындығы мен енің қосындысына 2-ні көбейтеміз. 4-ге 2-нің қосындысына 2-ні көбейтеміз, 12 см. Екінші тік төртбұрышта 5-ге 1-дің қосындысына 2-ні көбейтеміз, яғни 12 см. Жалпы периметр 12 см-ге тең 2 тік төртбұрыш сызуға болады екен балар. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Тік төртбұрыштың периметрі қалай өзгереді? Егер оның бір қабырғасының ұзындығы 1 см кемітсе, 1 см арттырса, ұзындығы 4 см екен тік төртбұрыштың, ені 2 см екен. Енді қараймыз. Бірінші периметрі тік төртбұрыштың 4-ге 2-нің қосындысына 2-ні көбейтеміз. 6 см-ге 2 см көбейтсек, 12 см. Екінші тік төртбұрыштың периметр 3-ге 2-ні қоссақ 5 см, 5-ге 2-ні көбейтсек 10 см. Енді бірінші тік төртбұрыштың периметрі екінші тік төртбұрыштың периметрін азайтамыз. 12 см-ден 10 см азайтсақ 2 см. Яғни тік төртбұрыштың периметрі 2 см-ге кеміді. Ал ән нұсқасына қараймыз. Бірінші тік төртбұрыштың периметрі 4 см-ге 2 см қосамызда 2-ге көбейтеміз. Бұл бізде 12 см-ге тең. Екінші тік төртбұрыштың периметрі 5-ге 2-ні қосамыз, 7 см, оған 2 см көбейтеміз, 14 см. Енді екінші тік төртбұрыштың периметрінен бірінші тік төртбұрыштың периметрін азайтсақ 2 см-ге тең болады. Яғни тік төртбұрыштың периметрі 2 см-ге артты. Зерттеу дейді. Қағаздан жасалған тік төртбұрыштың моделінен суреттегідей қабырғалардың ұзындығын 2 см және 1 см тік төртбұрыш қиып алынды. Қалған фигураның периметрі өзгерді ме, оның пішіні ше дейді. Енді
Қараймыз, периметрі бұл бізде екі қабырғасының қосындысына екіні көбейтеміз. Ұзындығы мен ені қосындысына екіні көбейтеміз. Ал көбейтіп көрейік, 4-ке 3-тің қосындысына 7 сантиметрге екіні көбейтсек 14 сантиметр болады. Ал енді қараймыз, 4 сантиметрге 3 сантиметр қосамыз, 3 сантиметрге 2 сантиметр қосамыз, оған 1 сантиметр қосамыз, оған іштегі 2 сантиметр мен 2 рет 2 сантиметр қосамыз, сонда бізде 14 сантиметр. Яғни қалған фигураның периметрі өзгерген жоқ, оның пішіні өзгерді. Яғни мынау сызылып тұрған фигураның, қараңдар, себебі мынаны біз қиып алдық қой, бұл жері жоқ болып қалды, бұл қиып алдық. Сонда мынау қалған фигураның балалар периметр өзгерген жоқ, оның пішіні ғана өзгерді. Келесі зерттеу, қағаздан жасалған үшбұрыштың моделінен суреттегідей қабырғаның ұзындығы 1 сантиметр болатын шаршы қиып ал. Қалған фигураның периметрі өзгерді ме? Үшбұрыштың периметрін табу үшін үш қабырғасын қосамыз. 3 сантиметр қосылған, 5 сантиметр қосылған, 4 сантиметр. Яғни бұл бізде 12 сантиметрге тең. Үшбұрыштың периметрі 12 сантиметрге тең. Енді 5 сантиметрге 3 сантиметр қосып, оған 1 сантиметр қосып, оған 1 сантиметр, одан 2 сантиметрді қоссақ, мына жердегі 1 сантиметр, 1 сантиметр, 1 сантиметр, 1 сантиметр, 1 сантиметр, 2 сантиметр деп алдық. Сонда 12 сантиметр. Енді қалған фигураның периметрі өзгерген жоқ балар. Түсікті ғой. Алтыншы есеп, жақшаның ішінде 80 азайтылған 48 бөлінген 4 дейді. 80-нен 48-дің айырмасы 32, 32-ні 4-ке бөлсек 8. 7 көбейтілген 4 азайтылған 28 бөлінген 4. Енді 7-ге 4-тің көбейтіндісі 28, 28-ге 4-тің бөлінісі 7, яғни 28-ден 7-дің айырмасы 21-ге тең. 34 қосылған 9 көбейтілген 4, 9-ға 4-тің көбейтіндісі 36, 34-ге 36-ның қосындысы 70. 5 көбейтілген 4 азайтылған 16 бөлінген 4. 5-ке 4-тің көбейтіндісі 20, 16-ға 4-тің бөлінісі 4, яғни 20-дан 4-тің айырмасы 16-ға тең болады. Жетінші есеп, кесте бойынша теңдеулер құр дейді. Қараймыз, қосылғыш 9-ға тең, екінші қосылғыш x белгісі сан, қосынудың мәні 16-ға 23-тің қосындысы. Енді теңдеудің белгісіз жағын жазып аламыз. 9-ға x, 9 қосылған x тең, белгілі жағын шығарамыз. 16-ға 23-тің қосындысы 39-ға тең. Енді белгісіз x сан табу үшін не істейміз? Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 39-дан 9-ның айырмасы 30-ға тең. Енді орнына қойып тексереміз. 9 қосылған 30 тең 16 қосылған 23, яғни 39 тең 39-ға. Азайғыш 100, азайтқыш y, айырманың мәні 20 қосылған 18. Алдымен азайғышты жазамыз, 100, азайтқышты жазамыз, азайтылған y тең, айырманың мәнін жазамыз. Осылайша белгісіз жағын жазамыз, 100-ден азайтамыз, y тең, белгілі жағын жазамыз. Есептейміз, 20-ға 18-дің қосындысы 38-ге тең болады. Y тең, 100-ден 38-дің айырмасы 62-ге тең болады. Енді белгісіз санды таптық, орны қойып тексереміз. 100 азайтылған 62 тең 20 қосылған 18. 38 тең 38-ге. Дәптерге қабырғалары 4 см болатын шаршысыз. Егер оның қабырғасының ұзындығын 3 см арттырса, 3 см кемітсе, осы шаршының периметрі өзгере ме? Қалай ойлайсың, бастапқы шаршының пішіні өзгере ме? Қараймыз, шаршының барлық қабырғалары бірдей, ендеше дәптерге қабырғалар 4 см болатын шаршы сызамыз. Енді сұраққа қарайықшы. Егер оның қабырғаларының ұзындығы 3 см арттырса, ұзындығын 3 см кемітсе, осы шашының периметрі өзгере ме? Қалай ойлайсың дейді. Бастапқы шашының пішінін өзгере ме дейді. Енді периметрін тауып көрейік. Ондай болса, бізде формула бар. Шашының периметрін табу үшін оның кез келген бір қабырғасын 4-ке көбейтеміз. Себебі оның қабырғаларының ұзындықтары бәрі бар, 4 қабырғасы бірдей болады, шашының. Ендеше 4 см 4-ке көбейтеміз, 16 см. 4-ке қосамыз 3-ті, 7 см, 7 см-ге 4-ті көбейтсек, 28 см.
4 сантиметрге 3 сантиметр азайтсақ 1 сантиметр, 1 сантиметрге 4 сантиметр, 4-ті көбейтсек 4 сантиметр, яғни шашының периметрі өзгереді, пішіні өзгермейді балар. Яғни 28 сантиметр, 16 сантиметр азайтсақ 12 сантиметр болады. 12 сантиметрге артады, ал 16 сантиметрге 4 сантиметрді азайтсақ 12 сантиметр болады, яғни 12 сантиметрге кемейді. Жалпы шашының периметрі өзгереді, ал бірақ пішіні өзгермейді балалар. Қараймыз, ойлантап. Бірінші шашының периметрі 12 сантиметр, ал екінші шашының периметрі одан 3 есе кем болатында екі шашысыз дейді. Бірінші шашының қабырғасы екінші шашының қабырғасы неше есе ұзын дейді. Периметр тең 12 сантиметр, қабырғасы белгісіз сантиметр дейді. Енді шашының периметр деп тұрса, онда біз не істейміз? Формулаға саламыз. Бізде формула бар. Шашының периметрін табу үшін оны кез келген қабырғасын 4-ке көбейтеміз. Ал қабырғасын табу үшін шашының периметрді 4-ке бөлеміз. Ал қабырғасын табамыз. Периметр 12 сантиметр, оны бөлеміз 4-ке. Яғни шашының қабырғалары 3 сантиметрден тең болып тұр. 3 сантиметр 4-ке көбейтсек 12 сантиметр. Яғни бұл жерде периметр 12 сантиметр шықты. Ал енді қараймыз, 3 есе кемітсе де кем болатында екі шашысыз дейді. Бірінші шашының периметрі 12 сантиметр, екінші шашының периметрі 3 есе кем, белгісіз дейді, белгісіз. Бірақ бірінші шашының периметріне қарағанда 3 есе кем дейді. 3 есе кем есе біз бірінші шашының периметрін екінші шашының периметріне бөлейік. 12-ні 3-ке бөлсек 4 сантиметр. Ал енді бізде формула бар, формулаға саламыз. П тең А көбейтілген 4, ал қабырғасын табу үшін А тең П бөлінген 4. Енді А-ны табу үшін 4 сантиметрді 4-ке бөлеміз. Яғни 1 сантиметр. 1 сантиметр қабырғалары болатын шашы сызамыз. Яғни П тең А көбейтілген 4. 1 сантиметр көбейтілген 4 тең 4 сантиметр. Яғни бірінші шашының қабырғасы екінші шашының қабырғасына қарағанда 3 есе артық болды. 3 есе артық болды. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.